Абай Құнанбайұлы, қақтаған ақ күмістей кең маңдайлы. Қақтаған ақ күмістей кең маңдайлы, аласас қара көзі нұр шайнайды. Жіңішке қара қасы сісіп қойған, бір жаңа ұқсатамын туған айды. Маңдайдан тура түскен қырлы мұрын, ақша жүзал қызыл бет тіл байлайды. Аузын ашса көрінеді кірсіз тісі, сықылда қолмен тізген іш қайнайды. Сөйлесе сөз әдепті мағыналы, күлкісі бейне бұлбұл құс сайрайды. Жұп-жұмыр ақ торғындай мойны бар, үлбіреген тамағын күн шалмайды. Тақтайдай жауырны бар иығы-тік, екі алма кеудесінде қисаймайды. Сорақы ұзында емес, қысқа да емес, нәзік белді ал шыбықтай бұраңдайды. Етіндей жас баланың білегі бар, әжімсіз ақ саусағы іскен ғайлы. Қолан қара шашы бар жібекті алды, торғындай толқынырып көз таңдайды. Қандай қызда ләззат бар, жан татпаған, сұлуы бұл заманның тек жатпаған. 18-19-ға келгеннен соң алмасы өкпе болар қол батпаған. Олардың кейбірінің мінездері еш нәрсе көрмегенсіп бұртақтаған, кейбірі жайдары ашық боламын деп, орынсыз адамдармен жыртақтаған. Әуелде сұлу жайы бізге мәлім, жігітті жұрт мақтаған, қыз жақтаған. Кей жігіт мақтаншыл қылық қылмай, бойына майдалықпен сыр сақтаған. Кей жігіт арсыздықпен ұятсынбай, қолы жетпес нәрсеге тыртақтаған. Орынды іске жүріп ой таппаған. Не болмаса жұмыс қып мал бақпаған. Қасиетті болмайды ондай жігіт, әншейін құр бекерге бұлғақтаған.